кедейшіліктің 5 себебі атты марафонды бастаймыз. Бүгін осы видеода кедейшіліктің бірінші себебін атап өтеміз. Несібе берген Алла тағала саған ақыл, парасат, әділеттілікті берді. Солай екен, артықша нәрсені сұраудан ұял. Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Адамдардың байымауының 5 себебі бар. Адамдардың байымауының бірінші себебі баюға болатыны туралы еш уақытта ойланбайды. Ойланбағаннан кейін осы бағытта қарай қадам басып әрекет қылмайды. Енді осы кедейшіліктің бірінші себебінен шығу үшін ең бірінші ойыңызды байлыққа бағыттаңыз. Тағы да қайталайын, ойыңызды байлыққа бағыттаңыз. Кедейлік пен жоқшылықтың бірінші себебі баюға, молшылыққа жетуге болатыны туралы еш уақытта ойланбайды. Ойланбағаннан кейін осы бағытқа қарай қадам басып әрекет қылмайды. 5 нәрседен 5 нәрсені артық деп біл. Бірінші, өлімнен тіршілік артық, аурудан саулық артық, мәжбүрлі түрде жұмысбастылықтан еркіндік артық, қарттықтан жастық артық, кедейліктен байлық артық. Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Енді қалай ақша табуға болатынын, қалтаң тесік болса да, қалай баюға болатынын айтатын боламыз. Осы әдістерді табысқа жеткен адамдардың бәрі де күнделікті күйбең тіршіліктерінде басшылыққа алады, іс жүзінде қолданады. Тәуекел деп бірінші қадам жасау өзіңізге байланысты. Егер де нақтылы өміріңізді өзгертіп, молшылық пен тоқшылықта өмір сүргіңіз келсе, елестету арқылы жасайтын ойша бөгеттен басқа бөгет жоқ екенін жан дүниеңізбен ұқсаңыз болғаны. Молшылық пен байлық біз өндіріп, өсіріп жатқан заттар емес, және осылай екен деп ойлауымыз да емес. Егер біздің ақыл есіміз бен ойымыз аз-маз баршылықтың өзіне де разы болып, жоқшылыққа сенсе, еті үйренсе, онда қалған өміріңізде түк өзгермей қалады екен. Қайталап айтайын, біз санамыз бен ойымыз қабылдай алатын нәрсені өзіміздің қалауымыз бойынша ғана іске асыра аламыз. Ең жаманы, ғарыштан келетін молшылық пен байлықтың келер жолын санамыз бен ойлау жүйеміздің жүдеулігінен жауып тастаймыз. Біз молшылық пен байлық туралы санамыз бен ойлау жүйемізді біртіндеп өзгерте алсақ, керемет болар еді. Онда алдыға жылжығанымызды байқау қиынға соқпас еді. Өйткені алдымен ойлау жүйеміз өзгереді, содан соң мінезіміз әдетке айналады. Уақыт өте келе өзімізге қажетті нәрселердің бәрі жанымызда жүргенінен сеніп, осы сенім арқылы ойымызды іс жүзіне асыра бастаймыз. Тағы қайталаймын, не ойласақ сол болады. Әлемдегі шексіз молшылықтың жүйесіне қалай кіруге болады? Ол үшін өзіңізге қажетті нәрселерді көз алдыңызға елестетіп, қолыңызда бар, уақытша қолданып жүрген дүниенің де, молшылықтың да белгілі шеңбер бойымен айналатынын түсінуіңіз шарт. Осы молшылықтың сізге де қатысы бар екенін түсіну үшін келесі 3 сұрақты үйренуден бастаңыз. Сіз осы шексіз әлемдегі жаратушы жаратқан пендесінің біреуі ғанасыз. Бар болғаны осы. Сіз жеке адамсыз және адамзатсыз. Сіз басқа адамдар сияқты ақиқатсыз және қайталанбайтын адамзат қоғамының құндылығысыз. Осы толық жетілгеннің баға жетпес байлығы мен молшылығысыз. Адам баласындай басқа жетілген тіршілік иелері бар ма? Сізден артық құндылық бар ма? Егер сіз аздаған ғана бақыт жеткілікті деп есептесеңіз, онда сіздің мүмкіншілігіңіз де осы ғана болады. Керісінше, өзіңіздің бұдан да жоғары мәртебеге лайықты екеніңізге сенімді болсаңыз және молшылықтың айналымын біреулерге қызмет істеу арқылы қолдап отырсаңыз, онда өзіңізге жоғары тұрмыс деңгейі мен шексіз бақытты өмір бойы тартып үйре бересіз. Егерде біреулердің есебінен байып, молшылыққа қол жеткізем десеңіз, онда өзіңе өзің ор қазғаның. Бұл өзіңді өзің өлтірудің төте жолы. Осының түбі қайыршылық пен жоқшылыққа әкеп тірейді. Есіңізде болсын, сіз басқа адамдар сияқты молшылыққа да малын аласыз. Оның жолы басқа біреулерге көмектесу. Сол арқылы өзіңізді де басқаларды да бақытты етесіз. Егер де сіз қандай заттар жоқ, немесе еш уақытта болмайды деп ойлай алсаңыз, керісінше осы заттар өміріңізде пайда болып көбейе бастайды. Сіздің табыс пен бақытқа жету деңгейіңіз сіздің оған шамаңыз жету немесе жетпейтінімен анықталмайды. Өзіңізді өзіңіз нақ шын жүрегіңізбен, көңіліңізбен бағалай алу.
Жоқшылыққа сену жоқшылықты туындатады, молшылыққа сену молшылықты туындатады. Істеген еңбегіңіздің қарымтасын адам баласынан сұрамаңыз, және де кісіге жасаған жақсылығыңызды дабырлап бөсіп айта бермеңіз. Сіңірген еңбегіңіз бен істеген қайырымдылық пен жақсылығыңыздың қарымтасын әлемнің шексіз байлығынан сұрамасаңыз да, жаратушы оны қайтарады. Осының барлық адам баласына да қатысы бар. Бұны бүкіл әлемдік қарымта қайтару заңы дейді. Мінекей достар, кедейшіліктің бірінші себебін анықтап, одан шығудың жолын енді білетін боласыздар. Осы видеоны қарап қана қоймай, осы видео бойынша әрекет етіңіздер. Ойларыңызды байлыққа жолдаңыздар. Ойларыңызды байлыққа ашыңыздар. Бай болыңыздар, бар болыңыздар, құрметті көрерменім. Құрметті оқырманым, видео ұнаса лайк басып, подписка жасаңыз. Қоңыраушаны басып, жақындарыңызға таратыңыз. Келесі видеода кедейліктің екінші себебін айтамыз, және одан шығудың жолдарын айтып өтеміз. Міндетті түрде видеоны жіберіп алмаңыздар.